Туған жерім сен есімнен шығармысың. Жастық дәуірін құрған жерім көз алдымда тұрармысың. Жырдан сиярнаған қиял құсым туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған елім? Ауылымнан аттанып алашағы болар жездеріміз қайтыс болып кетіп тұрсынбай жатқан жер жақты болсын. Ұлы 80-нің несіне келіп жатсаңыз үйіне алып келуіңіз білен дегендей алдыңыздан етілген. Ал не еңіз болса үйінің заттарды айта берің. Біздер өте қуаныштымыз бүгін жаңа кісілермен, жаңа құдаларымызбен, жаңа жерлерімізбен танысып жатқанымызға. Біздің Қосай бабаның ұрпақтарымыз, бір шетіміз оңтүстіктен келсе, бір жағында оңтүстік Астанадан келіп отыр, мына Ақтаудың өзінен келіп отыр. Мына жастар өскеннен бір-бірін тауып, осындай шаңырақ құрамыз дегеннен кейін осының қуанышына бәріміз жиналып келіп отырмыз, Құда қаласа. Мына сіздердің ризашылықтарыңызды алайық деп. Енді таныстырма дейін бе бірінші? Мына жаңалықтар бәрі оң болсын, өткендер қайыр болсын, иманды болсын, үйлеріңізде той болсын, береке келсін. Мына жан-жақтан келіп отқан мен түрт oldu ғой, айт деп, мен жаймен айтып отырмын. Қазір өзі таныстырып өтеді. Мен де бөтен адам емес бұларға, кейін таныса береміз. Таныстырып өтейік онда бірінші. Біздер мен өзім Алматыдан Асабай деген кісінің баласымын. Ол кісінің Матай деген інісі, сол інісінің немересінің Құда қаласа сіздің ауылдың қызының аты қалған екен. Сол себеп болып, сол себептен біздер осы жаққа келіп отырмыз. Мына енді үлкен кісіден таныстырып өтейін. Мына мен жездем Әбіл деген, Ақтауда Әбілқайыр деген кісі. Мына Ақтау қаласында тұрады. Өзіміз жаңа айтып өттім. Мен сол қол жағында Айтбай деген Матай ағамның баласы. Одан кейін мына Қыдырәлидің Қадырдың папасы Нұрлан деген Матайлар, басылар. Одан кейін Қадыр нағашысы Жетсай деген қаладан келіп отыр. Одан кейін Матайдың ағамыздың үшінші ұлы Дүйсен деген Алматыдан келіп отыр. Одан ары қарай Сесен деген ініміз келіп отыр. Жетісайдан бұл да Матайдың ұлы. Одан кейін жем баламыз Абекенің Абылқайыр жездеміздің үлкен ұлы Рамазан деген жігіт. Ақтаудың өзінде тұрады, айтатын болсақ. Ол қыздармен апам Ақтауда тұратын Абылқайырдың жолдасы мына Зәуреш деген апамыз осы Ақтауда тұрады. Ары қарай Айтбай деген Айтбай деген жолдасы келдіміз Қалбеке.
Одан кейін мына жаңағы күйеу балдарымыздың келешек нағашы апасы Алматыдан келіп жатыр, Алина деген. Одан кейін Сейсен деген жаңағы құда балдарымыздың үйінде келін, Гүлмира деген. Жаңағы бас құдамыздың үйіндегі бас құдағайыңыз Ғалия деген келініміз отыр. Ғалия қолын көтеріп қойып. Менің келдім. Бұл жаңағы нағашы, күйеу балдарымыздың нағашы үйде келіні жолдас соқсының Жетісайдан келіп отыр бұл кісілер. Есімі жолдас. Бірақ тағы бір нағашысы отыр екен. Балзия деген. Бізді таныстырып отса, осы біздің ауылдан келген бүгін сіздермен танысайық деп, Нұрлан деген тасыға береді. бас құда міне Жаңағы айтып отқан шалдың, Мәкен деген шалдың кіші баласы, кенже баласы. Бұл бас құда осы. Келінген Ғалия. Бұлардың енді, бұлар бес ағайынды өздері жігіттер. Сол үлкені бар, ол Астанада тұрады. Сәрсен деген жігіт. Ол Сәрсен жігіт, ертең өздері білесің, ертең Галасой дедесіңдер ғой, сайлауға барамыз ғой, бәріміз Галасойда. Ол сайлау жұмыс бабымен жібермей қалды жұмыстан. Осы бізде енді жаңа Асабай мен Матай деген екі ағайынды бауырлардың 5 ұлы болған, 5 ұлы бар. Үлкенде 5 ұл, Матакенде де 5 ұлы. Бұл кісілерде енді қыз бала болған жоқ, бәрі ұл балдар. Ең кенжесі жаңа бас құдамыз Нұрлан деген Шымқалада тұрады. Құда қаласа өте осындай тәрбиелі неден шыққан жігіттер деп ойлаймын өзім. Болады, қош келдіңдер. Ассалаумағалейкум. Гламирларын ұштап таныстық. Қош келдіңдер, қош көрдік. Мына талаптар оң болсын, екі жағынан. Жақсы елмен бірінші өзім таныстыра кетейін, сосын айта береміз. Мен мына Сексенбай деген құдамыздың туған інісімін. Есім Сәденбай орады. Енді мен бірінші таныстырып алайын, тағы да жаңа танысудан басталады ғой. Енді үлкендерден бастай беріп, үлкеннің батасы қабыл болады дейді. Жаңа жасы соғыда бар. Мынау құдамыз, мына кісінің құдасы. Бұл кісінің мына кісінің баласы құдамыздың. Мына кісінің қызын алып отыр болайын. Құдамұрыс. Мына кісі менің нағашым Ақтауда тұрады. Мына кісі құдамыздың қайнағасы. Әбірей деген есімі құдамыз. Мына жаңа Роман деген құдамыз. Енді мына жақта таныстыра берейін. Сексенбай ағамның бажасы. Бұл жоқ, айыл деп бардым. Мынау екі кісі біздің жездеміз Румбегей. Енді екі генерал таныстық. Бір ошақтан бастайды. Екі генерал таныстық. Мына үлкен кісіміз, мына осы үйдегі құдағайыңыздың туған анасы. Енді бұл кісі одан кейінгі жеңгесі құдағай. Бұл мына кісі ана Қоламыз құдамыздың жолдасы. Үлкен кісілер ғой енді. Мына жақтан мына кісі Главный. ол енді главный болады. Бұл екі кісіміздің туған анамыз. Марқұм әкеміз қайтып кетті. 47 жылғы. Ал қорқылдым ғой, мен бұл жақтан таныстыра берейін. Кім? Боранбай деген міне. Біздің әкеміз екі туымалас. Сол екі туымаластың біздің бір үйдің баласы болсақ, бір әкенің баласы болсақ, бұлар бір әкенің шағырақтың балдары. Боранбай деген бұл да туымамыз енді. Ассалаумағалейкум.
Mına kişi kelip atkan, hoş geldin. Жиенimiz. Жиен, Ақтауда тұрады. Отыра берші. Ал енді мына кісі күйеу, жиен күйеу болады енді бізге. Солай бола ма? Иә. Ақтауда тұрады бұлардан. Енді мына Сексенбай ағамның алғашқы ұлы, енді ұлы деп айта береміз, бірақ ана кісінің баласы ғой енді. Біз одан аттап кете алмаймыз. Сол осы үйдегі үлкені. Еркебұлан деген есім. Енді болды ғой ер адамдар, бұл кісі нағашы жеңгеміз, балықшы ұру. Мына кісі тәні отырған жаңа үлкен құдағайыңыздың үлкен қызы. Сонда бізге кім болатын десек та бала бересің. Сендер бір қатар отыра тұрып жатыр айтамын. Мына кісі ұқсайтын шығар анаға білесің. Бұл да нағашы апамыз біздің. Тумалас. Ол кісі де үшеуі тумалас. Бұл да нағашы апамыз. Ақтауда тұрады. Подъездегілер таныстырайын. Бұл көрші. Көрші болғанда жақын араласып отырған көрші. Осы үй арамызда үй жоқ осы жерде. 80 құдамыздың көршісі. 80 деген ағамыздың көршісі. Бұл жақта Әбірей деген құдамыздың жолдасы біле. Сонда енді жаңағы жеңгесі болады ғой. Ұруын айтшы ол. Мына кісі жаңағы бұл осы үйдегі құдағайыңыздың апасы. Бұл одан кейінгі кейде сіңлісі бұлдар жаңа құдағайыңыздың. Енді бұл жақта енді бұл мына құдағыңыздың біздің ең үлкен апамыз Құлара деген есімі. Жаңа міне жолдас. Оймыратты көрсесін. Бұдан кейінгі қыз Зүлфия деген. Бұл да Қосқалақта Ақтауда тұрады. Бірақ қызыл көйлек дегендер енді біздің белгілі ғой. Онда мына кісі де біздің апамыз. Әрі Сексенбай ағамның құрдасы, біздің апамыз бір жағынан. Зүлфия. Зүлфия деген есімі. Так, енді бұл жаққа қарай өтейік. Болды ма? Ақмарал деген жаңағы Зүлфиядан кейінгі қарындасымыз. Одан кейін Ақтөре деген қарындасымыз. Енді біз жаңағы мына Боранбайдан кейінгі егіз Айнұр Гүлдір деген бір отбасы ненің қыздары. Енді ар жақта аққалданым бар ғой мен. Осы үйдегі Балаусадан кейінгі қыз осы. Ақжүніс деген. Мына кісі менің бөлем. Ақтауда тұрады Сәлима деген. Тағымдыр қандай. Бұл жақта жиендер келіп шық. Мынау жиен қарындасымыз енді. Бұл да Ақтауда тұрады. Мына кісі. Жанат деген міне. Мына нағашы жеңгесі болады. Осы ауылда. Мына Еркебұлан деген сіңлілері. Ал енді кім қалды? Нұрлан бергенше. Ғұланы құдағай қалды. Қазір Ғұланы таныстырамын ғой. Нұрлан деген, мына Боранбай деген тумалас бұлар. Жаңағы ағамыздың балдары. Өзім келіншегім
Ол екеуі абысында келінді. Енді бұл кісі менің жолдасым. Иә. Мына кісі ол енді құдағайыңыз. Бұл мына кісі құдағыңыз енді таныстырды ма, таныстырмай ұмытып кетті ма? Болды. Жақсы. Енді екеуі құдағай болмақсыңыз, Алла бұйыртса. Оңынан болсын, балдар бақытты болсын, қалған тілекті жалғастыра береміз ғой, Алла бұйыртса. Тек жақсы күніміз көп болсын. Енді біз жаңа жерге келгеннен кейін сәл толқып отырмыз. Ол енді тірі жан болғаннан кейін обязательно толқиды ғой. Біз енді өте қуаныштымыз мына сіздің шаңыраққа келіп, сіздердің әулеттеріңізді көріп, мына өздеріңізбен танысып жатқанымызға өте ризамыз. Мына жастар өскеннен кейін енді осылай бір-бірін іздеп тауып алады екен ғой. Сол жастарға деп мына жарық дүниеге келгеннен кейін осы балдарымыз жақсы болсын деп, өссін, өнсін дегендей, солардың арқасында мына сіздермен танысып отырмыз. Өте қуаныштымыз біздер. Осындай адамдармен танысып отқанымызға өте қуаныштымыз. Әдеке қосып бересіз бе? Мен қосқанда жан-жақтарымыздың бәрін мен сырттарынан білем. Мен осы жерде енді құдаша болатын шығар маған. Мен қонысым бар. Мен де Ақтауда тұрамын. Приозерный оймаш. Сен қойын ғой. Мен шемесем талай іздім. Біз заңда білмеймізді, мен жолдасым ғой, айтамыз бір едауызын көрейікші, қайсы екен, амандасып тұрайық. Үйдің алдында плашақ бар біздің, десік плашақ. Соған балдардың бәрі келеді, ойнайды, соған балдарын көрейік, біздің балдарымызбен ойнасын деп та. Жақсы деп қой бәрі. Сол біздерді сол алмашылық. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін. 362 әулиелі Маңғыстау, бір бекет атаның топырағы, берекесімен құты дарыған берекелі бейнеудің, соның ішінде Алаш ауылының төрінен алған орындарыңыз құтты болсын. Айтады ғой, іздестірмек елшіден дейтін екі әулеттің, екі рулы елдің арасына елші болып келіп жатыр екенсіздер. Алла тағала істеріңізді оңынан салсын. Енді өздеріңіздің келген бұйымдарыңызды, қызметтеріңізді айтып жатырсыздар, әрине құп аламыз деп ойлаймыз. Рұқсат болса, Алаш ауылының үлкендерінен рұқсат сұрай отырып, келген құдалардың кәде көмектерін алуға рұқсат етіңіздер. Рұқсат бекен. Енді ер азаматтармен бітетін кәде көмектер болады ғой жаңағы. Соларға жасап, үлкендердің батасын, разылығын алсақ деген ниет. Құдағиларымыздың құдаларымен келіскен, сол келіскен уәде бойынша мына қадені әкеліп жатырмыз. Ішінде міне бәрі жазылған. Бәрі ішінде жазылған, бәрі тұр міне дайын. Сәке, жақындарыңыз қолға береді ғой. Қол алысып, бір төс қағысып ала қойыңыздар. Ал бір қошеметтеп жіберейік. Әлбетте бұның бәрі жолы ғой. Бұдан алып мен төбеге шықпаймын. Бұл кісілер беріп, ойға түспей, бұл ғана жолы ғана. Молдағы балдардың бақыты болсын. Әрдайым қуанышы мен шаттығына өлеңдер берейік. Сол шаттыққа сізбен біз осы жамағат куә болсын. Бата бере қойыңыздар. Дамадан? Нағашысын бол. Олар кастойсына да бар. Алла мына екі қосылып отырған балдарымыз бақытты болсын, өрлі шөрлі болсын, бір жақсы, бақытты бір үлкен семья болып жетсін. Аллам осыны біздер балдарымыз міне тәрбие бердік. Енді қалған тәрбиенің бәрі сізден. Осы қызымыз жыламаса, жақсы болып жүрсе, біздерім Құдайға мыңда шүкір, бәріміз жақсы татулығымыз ол бір-бірімізге. Ал жастар және айтам, бақытты болып, өрлі шөрлі болып, тойлар тойға ұласа берсін. Ал енді араласып алды ақ болсын, жастардың басына бақ қонсын деп
әулеттің сіздерге ұсынғалы отырған ақ дәмдері бар, қабыл алыңыздар. Dayılardan çıkartınız. Көбейе берсін, жақсы күнімізде қауышып жүре береміз. Ал енді келген қонақтар рұқсат сұрайсыздар құдалардан. Сырға салуға рұқсат та, қыздарыңыздың қолын сұрап келіп жатырмыз деп. Егер осы алашауыл рұқсат берсе, онда рәсімді жалғастырып боламыз. Рұқсат. Құдалар, енді біздің мына келіп отқан себебімізді білесіздер. Сол себептермен келіп өздеріңізбен де қауышып жатырмыз. Рұқсат бересіздер ме ары қарай жалғастыруға осы қуанышты күндерімізді? Рұқсат Алладан. Рұқсат. Рұқсат Алладан деп жатыр. Әрине, олай болса ер азаматтар бізде Маңғыстауда сырға салу рәсіміне қатыспайды. Әйел азаматшылар өздеріңіз сырғаны сала береміз. Дастархан батасы жасалды. Келіңдер дастарханды ала қойыңыздар. Ер азаматтарға рұқсат берейік. Сырға салу рәсіміне мына жаңағы күйеу қалта мынау нандарыңыз мынау жаңағы көкөніс көгерсін өнсін өссін дегеннің құрметіне қойып мына картинамызды нағашы әжесі беріп жіберді. Өзі келе алмады, мына жеңгесімен келінімен баласын жіберді, бірақ өзінің сәлемдемесі нағашы әжесіне Қосай Еміл ауылынан келіп тұрған, Сырға салайын келіп тұрған анасы ғой да. Өзіміздің болашақ енесі, анасы Сырға салу рәсімінің алдында өзінің ақ тілегін айтып келді.
өзімнің ең үлкен, ең алғашқы қуанышым, ең үлкен балам үйленіп отырғаннан кейін сырғасы өзім жылайын деп шештім. Сондықтан жаңағы осы 2 жас аймақтағы бақытты болсын, 2 жақта да тек жақсылықпенен қуанытып, 2 жақта да абыройлы, 2 жақта да абыройлы болсын. Өмір жастары ұзақ болсын, өссін, өнсін. 2 жақтың да тәрбиесін алып, өте қадірлі, абыройлы, келін болып, келешекте өнегелі отбасы болуына тілектеспін. Көпшіліктің ықыласы дейді ғой, барлығы жақсы болса, 2 жасың да жақсы болуына 2 жақта көмектесіп, бұлардың аяққа төкетуіне, әдемі отбасы болуына себепкер болайық. Сондықтан сіздердің рұқсатымен келініне сырғанын сазам деп сіздерден рұқсат сұрайсың. Бәрекелді, рұқсат алған жеңгелері оң жағынан бастап сырғасын алып беріңіздер, сырға салуға рұқсат етіңіздер. Мен айып етпейсіздер, бірінші қуанышымыз, алғашқы қуанышымыз болғаннан кейін толқимыз ғой. Söz atsınlarınızda kamerası var ya. Күніміз көзден аман болып, әр уақыттарда жақсы жаққан көне қояйық. Өте алты жасында толқып жатыр, айып етпесін. Ал үлкен ақ жауып аналарымыз, әжелеріміз маңдайынан ескен бақыт деп қойыңыздар. Сырғасының көрімдігін ұсынуға рұқсат берейік. Қызыға шыртылық берекет. Ағаш әжесі дайындалсын Қызымызды алып келіп жатқан қош иесіне қыз көрімді рәсім тастауға рұқсат етіңіздер. Мынау 2 жеңгесіне біздің ердің ауылынан
Жеңгелер көтеріле қойып, үлкендердің батасын алайық. Төрлегі сенеріңіз тәмелеріңізді. Жарым болған балдарымыздың бақыт болсын, ел жақын тек барған жерде бақыт болып, ата-ананы сыйлайтын, жақсы азамат болып, әр-шешімді түрлетірмейтін, азамат болып жетіскесін айналайтын. Маңдайы болсын. Нағашы апамнан мен жесе ұстауы да аршына. Ал нағашы әжесінің де батасын алайық. Adam belki canım, kadınlar olsun. Türkiye'nin devlet devletin devletin. Akudayım canımlardan korundan geçiyorum, canımlardan olmasın diye. Buradan orada sen kuraklamayın, orada sen Türkiye'de o seviyesi tebriklerimiz olsun. Aslında dağımızı ülkesin, aslında dağımızı ülkesin, boğazın dağımızı ülkesin, tıpkı camaatında dağımızı ülkesin. Akan maya peygamberden çatarak türlü kalite namayı, aydan nama jıdan değilsin, bağımızı ülkeye. Koyların kurulaması versin, alakalı olsun. Yaprağı caylar versin, bağımızı jıdan tasarrı süresinsin. Yerini yürüyle bağımına kalanlar bir adakta kendinizi kurulsun, koyların kurulması versin, yaprağlar yerini versin. Baru waktu orang katlaskan sehingga semakin mulai. Orang berolahraga. Ал жеңгелер қызымызды бөлмесіне алып кетіп қойыпты. Одан әрі тәлек көмектерін бата берген қос әжесіне, әулет тарапынан, той иелерінен баталы бол, арымыз бол, жармас дейді деген баталарыңыз қабыл болсын деп сессия баты бар. Екі әкесіне нағашылесін үйіне балшарасынан немересін аттанды. Аппақ бол жарқырар жүзбек, аппақ тәжекей. Қос қаламызға, ақсы орамызға, нағашы әжесіне қошеметтеп қойыңыздар. Үйге қойла бермейтін не бөлі ғой, нағашы шарып қалып жүресіне бар. Әуейін, әуейін. Ал қойғыздарыңыздар. Осы кісілердің арқасында дүниеге келген осылар. Әрине, әрине. Қос анамыздың арқасы. Қабат сыртқа келген. Ананың бала десе жүрегі еңсеген бастағы аққаралы, абылайдың ақтоқтай шекіреген аққараларын жасай берсін. Ал қойғайлар, тәлек көмектен жалғастайық. Өзіміздің осы үйге алып келген дастарханымыз бар еді. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Мына өзінің әжесі де балап салады. Мынау бұлай көйлеріңіз. Бұлай жауырыңыз. Басына байласақ танымай алмасақ болды. Енді сондай болсын енді. Ай, бәрекелді, қол соғып қояйық, ақсу әжесіне. Одан кейін аманатым бар. Менің Қадырберді баламның әжесі кішкентай кезінде мынаны Самарқаннан алдырған хан атласты. Осы балам үйленген кезде осыны табыстайсың деп. Құдағайға. Мынау сізге үлкен әжесі. Сау болсын. Неше жыл жатты ұясына. Тілекші болып жатқан ғой, бұдан енді биылдың ақсу анамызға табысталып жатыр. Аманат көленің туысы жәдігер деп бір қол соғып қойыңыздар. Taşşayı koyla. Taşşayı koyla aydım çıkmış. Taşşayı koyla.
атасына. Рахмет, сау бол. Ай, әкесі үйде көз үзбей айқамай отырып қалды. Жасын берсін. 96-да әкесі Жасын берсін. Мына сол кісінің костюм шалбары. Мынау көйлегі жейдесі. Мынау намаша иесінің көйлегі. Мынау жаулығы. жаулықпайды, жаулықты. Енді әжеміз бірдей тойға, бірдей сүнге, бірдей қаулық. Енді құттықтап беретінізді жақсы. Осымен көңілдер, нағанша әжесіне де аң жаулықтары, неге шашақты жаулықтары әлем жарасып көздеріне. Тойға атамыздар ыстық демеріңізде тосын. Айман жейші ауысыңыздатын жидей бер. 80 мен Нұрсәуле құда-құдағайынан, арнайы құда-құдағайынан. Мынау құдамыздың костюм шалбары. Мынау жейдесі. Мынау құдағиыма көйлегі. Құтты болсын, Нұрсәуле. Мынау жаулығы. Орамалын берейікті. Құдағайға жылы жауық. Бәрекелді, қабыл алыңыздар. Құтты болсын. Мынау осы үйдің екі балапаны бар. Сол екеуінікі. Söyle son yıktığınızı da uzatып отыр еді. Иә, әумин. Бәрі аман болып сол жерде жүрміз сол. Мынау көпшіліктікі. Әжесі ана шай көйлегін көрді ма оған дейді. Мына екеуі шай екі жеңге көйлегі, екі шай қияры, сосын ошақ қазан бал бауыздары. Бәрекелді. Енді сіздер беріп болсаңыздар, бізге кезек келіп жатқан сияқты біздің әулеттің де сый-сипаттары бар. Бәрекелді, олай болса Алаш ауылынан Егін ауылына дайындалған сый-сипаттарымыз бар, тасыздауға рұқсат етіңіздер. Ал, мына бұйырса қызым асыра салдыңыз, сараланды. Өмірдің тағыдан құтты болсын деймін. Ал, енді құда-құдағай деп айтуға болады деп ойлаймын. Қош келдіңдер біздің шаңырағымызға. Күнге қонақ келіңіздер. Келген қонақтарды бұл жүйден қошықта деген ғой. Қазақтың салтымен кішкене дайындаған сый-сипатымыз бар, қабыл алыңыздар. Уақытымыз болғасын көп нәрсені айтқымыз келетініміз бар. Құдағи, мен ұмытып кеттім. Мынау осы үйдің күйеуі. Топ жүрген болсын. Иә, бірінші балада тоғыз уақытта дейші. Енді құдаларымыз сәтін еді ғой, мына құдағайдың өзіне бастай берейік та. Бұдан басқа төкілуі бар ғой. Құдағайымызға арнайы қайырымыз, қойғанымыз, және көйлегіміз, жаулығымыз. Құданың да сый-сипаты бар, осының ішінде костюм шалбары, турецкий арнайы. Құдағайдың жаулығын ашын. Бәрекелді. Үйдегі құдаша құдалардан ғой. Үйде құдаша бар бір қыз дейді, 3 бала, 3 еркек бала бір қыз дейді. Құдашаның сыры деймі. Екі құда баланың. Сөйле. Оралсам ер адамдардан шақырып жібергенде жақсы болады. Тамаққа уже не істеп кетті.
Уақыттың тығыздығына байланысты осылай ұйымдастырылады. Құдайыма, Галатой сапынаға жасыңызды сағыңызды игілігіңізге пайдаланыңыз. Құдайыма қошеметтеп жіберейін. Қадірменді күйеу баламызды дүниеге әкелген анасы құдағайымызда алтын жүзігіміз бар. Таққаныңыз алтын болсын, жүзіңіз әрдайым жарқын болсын. Арба ішінде бір билет, бір құдаша болғаннан кейін, оған да сіздер барыңдар, Галатой сапынаға қабыласыз, арбашыңыз. Үйде құдашаға арнайы алтын жүзігіміз бар. Қабыл алыңыздар. Мынау нағашы әкесінікі. Иә, нағашы әкесінікі. Нағашы жұртынікі. Нағашы әкесіне күміс білезігім бар. Нағашы әкесіне күміс білезігіміз бар. Жолдап қоясың. Жей нағасы десе оқып береді. Айттай Қалбеке ағашыңкесінікі. Рамазан жиен ағашыңкесінікі. Сейсен Гүлмира ағашыңкесінікі. Серхан ата жеңгесі. Ағашы жеңгесі. Ораз ағасы дейді. Бейсен ағасы. Bir әкеледі. Ана бәрінде Барлық сіздер бардың іште күміс жүзіктеріміз бар. İşte sakınalar var. Гүлмира жеңгесі. Гүлмира жеңгесі. Марина апасы. Қол көтеріп отырсаңыздар. Жүзігіміз бар. Жақсы түрдегі тойға тағыз. Құданың папа мамасы енді жоқ қой бұл кісілер. Сонда да Бұл ұрпақтардың ұрпағына қабыл алыңыздар. Ал барымызды жоқ жәрдей алғашқы құдалықтың бастамалары үлкен құдалықта Алла қаласа алда ол кезінде сый-сияпаттар жөн-жоралғылар жалғасын табады деп есептейміз. Ол сүйге күршіға деп келген қонақтардың әулетімізден құрып кетпесін деген ниетпен дайындалып жатқан сый-сияпаты. Ал қолға су құйып қызметте жүріп астайын деп тұр, асты жүргізейік. Несібенің алып жүрмін бұйырғанын. Ассалаумағалейкум халқым менің, бүгінгі құтты болсын жиындарың. Бісміллә сөздің басы Құран кәрім, аузыма атын алдым бір Алланың. Салтымен бұрынғының той бастайын, тұғырын тектіліктің тұмарладым. Сөйле десеңіз сөйлейін, жырда маржан шашайын, қош келдіңіздер деп айтайын, ал қалап келген ағайын деп, баршаңызбен бір амандасып алайыншы. Бүгінде мінекей өскен-өнген жапырақ жайылған Алаша ауылы Жаңабергенов әулеті марқұм Тұрсынбай әкеміздің, төрдегі Ақсұлудай анамыздың ұрпақтары 80 Нұрсәуленің шаңырағында қазақтың салты мен дәстүрі мен Түркменадай Қосай ауылынан құдалар келіп, құда түсіп, сырға салу рәсімі мінекей құдалық тойымен жалғасып жатыр. Еміл ауылынан келіп жатырған құдаларға төрден алған орындарыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Құдаларыңыздың сіздерге деген ыстық ықыласы, кең пейілі, ақ ниеті, ақ дастарханы айқара ашып, ас алып, дәм алып, осы құдалық тойыңызда кеңінен демалып отырыңыздар. Жаңа енді қонағасы асынан ауыз дейдіңіздер. Бұл енді қай қазақтың да қазақ осы құда бол деп қинайтын, қазақ осы дүниенің малымды, оң солды шашу үшін жинайтын дейді. Бүгінгі Тұрсынбай ата ұрпақтарының жиған тергені мал баланың шашуы, шашса кетер ашуы деп ашылып төгіліп, шашылып сөгіліп жатырған той үйлері 80 мен Нұрсәулеге қошемет болсын ағайын. Кел Нұрсәуле жақындаймыз. Ал енді ағайын, одан әрі көп созбайық. Енді үлкен, қазір енді уақыт жетпейтін заман ғой. Үлкен мейрамханада
Жібек жолы мейрамханасында қызымыздың ұзатылу тойына жайып тұрған үлкен ақ дастарханымыз бізді күтуде. Сондықтан да сіздерге бір ескерту беріп кеткім келіп тұр. Тілек айтқанда үлкендер сөйлеп, қалғандарыңыз қосыла билеп дегендей. Бір-екеуіңіз сөйлеп, әрбір тілек иелері қысқа нұсқа үлкен тойханаға баратын болғаннан кейін ықшамдап осы әдемі құдалық тойымызды жалғастыра отырайық. Ендеше тойымыздың төріндегі Құдайдың құдіретіне шек келмесін, айтылар ақ тілектер көп көрілесін. Қазақта аталы сөз, баталы сөз, ашады ылғи тойдың бет пердесін деп, тойымыздың әлқисар беташарын ашуға, жүректерінен тәтті лебіздерін шашуға, төрдегі Алаш ауылының үлкендері және осы төрдегі дастарханда Құнанор салынан құдаларымыз бар, 80-нің құдалары және нағашылары бар. Енді осы үлкен жас үлкендер деп аталарға микрофон ұсынайын. Ақ тілекпен осы шай дастарханның, құдалық дастарханның ақ тілегін ашып беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Алыстан келіп атқан құда. Ал мұра құда араласы ғой енді. Дендерің сау болсын, бала-шағаң. Екі жас бақытты болсын, бақыттары баянды болсын тек. Жапырақтары жайыла берген. Екі жаққа да қызметі бұйырғай болсын. Аманшылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тек мына балдар бақытты болса, біздер бақыттымыз ғой. Бақытты болсын, құдалық ұзағынан болсын. Сіз айтын құдаға махаббатым. Келіп атқан құдалар қадамдарын құтты болсын, балдар бақытты болсын. Шай дастарханның жерінде отқандардың баршасына осы той бұйырсын. Балдар бақытты болсын. Ақсұлу мама, сөйле, нағашы әжеміз бар. Құдалар, қош. Ана бүгінгі тойдың себепші екі жас қой, екі жас бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, үлкен бір шаңырақ иесі болсын, осындай той баршамызға жұғысты болсын. Осы шарыққа келсеңіз, тойға келсеңіз, жақсы күніне келin, ас ексен, осы әуле, ағдастарқанын барша уақыт қуанышқа жақсы күніне келin. Той қыласа берсін ал. Оң болсын, құтты болсын, мына жекжазылықтарың мәңгілік болсын. Маңғыстаудың Бейнеу ауданына қош келіпсіңіз. Келіп атқан құдалардың ауылы екі басын есіп атқан Алаш ауылы. Алаш ауылының мына құдағайларым менің үшінші қызым, 80 күйеу бала. Бәріміз ауылдас, біз қарадан келдік. Енді мына уақыт шектеулі дегенде бағана 10 деп 10-да келеді құдалар деп едік, кешігін көрек келдіңдер. Енді ол өзіңізден болып жатыр, бізден емес. Ендігіде қазір ресторанға барғанда да тілектерді қысқа нұсқа айтып, ресторанды босап беруіміз керек екен. Сіздерді тезірек жөнелтуіміз керек екен ауылыңызға. Соның үшін жолдарың болсын, аман болың, сау болың. Мына барып атқан қызымның маңдай бақытты болсын. Баламның алды екен, сүттің алдың, суың тынығы дегендей. Бірінші қуанышың қуанышқа жалғаса берсін, ізінде құдалар үйлене берсін. Алаш ауылыменен жекжазықтарың мәңгілік болсын. 1000 жылдық құда болың, 100 жылдық күйеу болың. Тойларың тойға ұласа берсін, Маңғыстауға бар уақыт тойға келгейсіңіз. Тойларың тойға ұласа берсін. Біреуі ай болсын, біреуі күн болсын, жылдықтары көп болсын. Құдағай сіз айтыңыз.
Құдағайлар, құдалар, мына бізге айтып келіп отыр. Мынау осы қыздарға. Бала шағаға десек той деп келіңіз. Еліңіз аман бағыңыздар. Болды. Мына жерде үлкендерден Сәулеттің үлкендерден апа. Ал мына құдалар деген қадамдарың құтты болсын, балдар бақытты болсын, ал жиен Нұрсәуле айналайын, балдарың бақытты болсын, маңдайы болсын, барған жерде тастай бас судан сынсын, бақытты болсын. Апа сізге беріп жатыр. Енді қалған ағашына қосылады шақыр. Неше көке бүгін ауылсаң бақытты болсын. Құдағайлар көрден алған орындағын құтты болсын. Осы қара көздердің бәріне бақыт тілеймін. Тек үйлеріне шаңырақтан тойға барайық. Кеше тек осы балдардың қуанышын көр көкемен бірге. Әжеміз алдымызда аман болсын үлкендеріміз. Тойыңыз тойға аласа берсін. Ал қош көрдік мына кенттен келіп жатқан құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Маңғыстау елінде, соның ішінде Бейнеу ауданына келіп жатсыңдар. Әрқашан жақсы күнге, қуанышқа араласа беріңіздер. Төрден алған орындарыңыз құда-құдағайлар құтты болсын. Қатынастарыңыз мәңгілік болсын, екі жас бақытты болсын. Араларыңызға салып жатқан көпірлеріңіздің тұғыры мықты болсын. Осы біздің пакот қызметі бұйырсын. Сол еміл ауылын тек бақытты ететін келін болсын. Пиязы, әдепті, үлгілі келін. Ал жақсылық болсын әрқашан. Тек той дастарханында кездесе берейік. Нұрсәулеш 80 үлкен құдағайға айтып жатырмыз ғой, кешеде үйіне барғанда ақ тілегімізді ақтарып сәденің адрестеріне айттық. Енді екеуінің адресіңізге айтайын, мына бауырыңыздан өніп жатқан бүгін балдарыңыз құтты жеріне қияға қондырайын деп жатсың жаным Нұрсәулеш. Осы паконның қадамы құтты болсын, сол бақытты болсын, ешқашан сол елге барғанда әйтеуір жыламай, сықтамай, жолымен тек күліп ойнап келіп тұрсын. Соның өзі сіздер 82-іңіз үшін үлкен қуаныш, бақыт. Ол ұяға, қыз ұяға қону, ол ата-ананың арманы. Бүгін бұрын келін алып, немере сүйсеңдер, енді паконды қондырып жатсыңдар, ізін аққалдашқа берсін, жастық балаңа келдіңдер. Осы 80 тек қуанышта, жақсылықта бола беріңіздер. Әрқашан тек тойға келейік шаңырағыңызға. Ассалаумағалейкум қойшы қауымдар. Ал енді мына балдарың бақытты болсын. Мына жақсы тілек, жақсы еңбек, мына айтып жатқаның бір қатары, мына үлкен әкесі менің ұстазым. Ал енді сол ұстаздан баталғасын асып кетпейміз. Сол шалдардың, апаларымыздың, әжелеріміздің тілектері қабыл болсын. Екі жас бақытты болсын. Әр жер тастай батып судай шықсын. Біздің атымызға кіргендірім аман-сау жүре берсін. Қалған жер. Ал енді мына қатарда апалар, бауырлар қосылдық қой. Қалғанымыз тойханада сөйлегенді. Енді Сәден мен 80 Нұрсәуле келіңіздер, әдемі қош келдің тілектеріңізді білдіріңіздер. Енді айтайын деп беріп жатыр еді, жаңа қайтарып жіберді ғой, сол ғой. Ал бүгін мына Шымқала Шымкент ауылынан келген құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Міне қолдарыңызға біздің елдің қыздары бауырымызды тұғырымызға жатсыңдар. Сол балдар бақытты болсын, дендері сау болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын, өсіп, өніп, жайқала берсін, тұғыры мықты, әдемі жанұя болсын деп тілеймін. Тек бар жақсылықты, бақытты осылар үшін тілеймін. Ал 80 Нұрсәуле мына бүгінгі жаңалықтары құтты болсын. Отбасыларында үнемі той болсын.
Тойда керек айтып. Бәрекелді, қол соғып жүрейік. Ал жақсы, құрметті қонақтар, ең бірінші әже, анашым, мына той оң болсын, бақытты болсын, балаңыздың сіздің жолыңызды беріп, сіздің жаманшылық емес, жақсылық күндеріңді берсін осыңызға. Басқа тілейтін ел. Әкемдің көрген қызықтарын берсін, иманды болсын. Енді мына жерде айта кететін болсақ, тілек көп қой, қыс қалау деп жатыр. Ал балдар бақытты болсын, аға жеңге осы балдардың қызығын бірге тамашалап жүре берейік. Құда-құдағайлар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Қызымыз барған жерге бақытты болсын. Қызметі берсін, тек екі жаққа теңдей. Жас үлкендеріміз аман болсын. Барсақ келсек, тек той деп жүрейік. Ал енді міне жақсы игі тілектерді жолдап жатсыңдар ғой, мына балдарымызға, біздің жанұямызға. Сол игі тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Бастысы бастарың аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Жақсы күндерің көп болып деп, әрдайым қуанышта, берекеде, шаттықта жүздесуді, қауышуды Алла Тағала нәсіп етсін. Бәрімізге. Жаңа қонақ болып келдіңдер, құда болып шыққалы жатсыңдар шаңырағымнан. Сол құдалығымыз жақсы үйде болсын. Мен қызға да айталам дедім ғой. Жаңағы алдың құдалардай жақсы құдалардың бірі болыңыздар дегім келеді. Оң болсын, балдарымыздың басысы, басы аман болсын. Бұлар бақытсыз емес, бұлар бақытты. Сол бақытты ғана ұстай алатын жандардың бірі болсын. Сол бақытын жан жағына шаша білетін жандардың бірі болсын. Әкесі бар, шешесі бар, жан жағы бар, жақсы жандар. Сол бақытын жан жағына шашып жүрсін дегім келеді. Ал құрметті қонақтар, бүгін сол айтып жатыр ғой жолдасым, қонақ болып келіп, құда деген лауазымға ие болып жатсыңдар, құтты болсын, құдалығымыз мәңгілік болсын деймін. 1000 жылдық құда болып, 100 жылдық күйеу болсын, көпіріміз мықты болсын, ортаға салынған. Тек біздің Маңғыстауымызға келсек, жақсы күнге, тойға келіңіздер. Сіздің ауылдарыңызға тек жақсы күнде, тойда қатынасайық. Құшақтарымызды айқара ашып, тек көңілдеріміз ешқашан қағыспасын. Балдарымыз бақытты болсын, ең алдыңғы жанұялардың бірі болсын. Алдыңғы апаларының, әжелерінің жолын берсін, жасын берсін, солардың зейнетін берсін. Жақсы күнде келіңіздер, ал қадамдарың құтты болсын, төрден алған орындарың да құтты болсын. Бәрекелді, тойдың сәні күй менен ән төресі, елдің сәні қара мен хан төресі, бүгінде дүбірлетіп думандатып, олан асыр құдалық тойын беріп жатырған Жана Бергентер әулетінің арта берсін, мәртебесі деп қол соғып қойыңыздар. Қызың, қызың өрсін дейт келген құдаларымыздың тынысы кеңейіп жатса, бүгінгі Алаша ауылының өрісі кеңейіп жатыр. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық емес, мәңгілік болсын, күйеуліктеріңіз 100 жылдық болсын деп, алдарыңызға қойған шайдан дәмнен ала отырыңыздар. Ән көңілдің ажары, бала үйдің базары. Айтасыз? Микрофон керек жоқ. Ал біріншіден мына бейне адамдарына үлкен рахмет, осылай қарсы құрметіп алып жатсыңдар. Енді малтабар жігіттерді көрдік, мына қыздарды да көріп жатырмыз. Мына қыздарға осы основной істеп жатқан тірліктің осы жерде құдашаларымыз ғой, көршілер. Оларға үлкен рахмет айтпақшымыз, мына балалардың атынан жүргенім болғаннан кейін. Мына қыздар қолдарын дер көрмесін. Ама құдалар беттерінен ешқашан қуаныш кетсесін. Ама болай, үлкен рахмет мына шайларымызға. Hadi. Олай болса, аман бауырымыз атынан әсем ән құда-құдағайдың құрметіне қабыл алыңыздар. Ән тыңдап тойды көтеріп отырайық ағайын. Отыра кәрі, қадірменді қонақтар.
тартылып барлап өлең айтылып терең анан тұрып жастар шағын еске алсаң басқа тойды тойламасың екі жастың барлық той тойлады сен басқа тойды тойламасың екі жастың барлық той тойлады сен қыз дегенің жат қой шіркін қашандан төбесіне алтын құйып тапсаңдай шаңыраққа ие болып қалады ұлдың аты ұл ғой шіркін қашандан шаңыраққа ие болып қалады ұлдың аты ұл ғой шіркін қашандан асып тұрған тасып тұрған шағында шығып кетеді деп ойламай шыққан бұрнын тауып бұралай күлім деген ұлың тұрсай алдыңда шыққан бұрнын тауып бұралай күлім деген қызың тұрсай алдыңда ауылыңызға ағайын келді күймін ай арқаларма ғайкам берді күймін ай ауылыңызға ағайын келді күймін ай арқаларма ғайкам берді күймін ай тұрсыман ай уқа тұрған ай айналай көзімнен ашып тұрған ай ағаларым ай апаларым ай қал болсын айтқан тілек бақаларым бекер деймін шешей бекер деймін ай осындайдай көңілдай көтер деймін ай осындайдай көңілдай көтермесең ай ойнаған дегенің ай бекер деймін ай күміс ай ота тұрған ай айналай көзіңнен ашып жұмған ай ризақтармай шижақтармай шижақ болып алдымызға кеп жатқаның ай шашың сүмбілай көзің мөлдір ай өзің жаққан көкіңбай көзің сөндір ай бір келерсің ай осы болған мереке сіздер үшін ай бәрекелді қол соғайық қошеметтейік мінекей жаңа құдалардың аттан той бастар кәдесі рахмет әреке құда білем осылай еміл ауылынан келіп жатқан құдаларға қошемет болсын әулеттің үлкендеріне қошемет болсын тойын өтіріп жатқан ағаларымызға рахмет өнеріңіз үлкен болсын алеке таңдайыңызға тәңір түкіріп маңдайыңыздан алла сипасын өнер сатылмайды өнер бағаланады дейді өнерді бағалап жатырған төрдегі құдаларымызға бек рахмет ағайын ендеше отырсыңдар ма сендер де шиыр шығартып шыдамай жаңа дегенде кезегің тойыңыздың төрінен құдайы қонақ болып келіп құда деген лауазымға ие болып жатырған құдалармен құдағай деп түркменадай қосай еміл ауылының сәлемін алып келіп жатырған елдестірмек елшіден деп келіп жатырған жаңа құдаларымызға микрофон ұсынайын енді жаңа таныстық уақыт алмайық таныстырып барлығымыз таныстық деп есептейміз құдалардың ішінен басты жас үлкендер сөйлесе құдағайлардан да жас үлкен бір екі құдағай сөйлесе сонымен тілекті аяқтаймыз құдалықтарымыз құтты болсын жағынан болсын екі жас бақытты болсын той боласын ал құдалар мына қызмет жасап жатсақ рахмет кішкене айтып кешікпей онда жақын жолда жастар бақытты болсын себепкер болып жатқан өссеңіз кейіннен құтты болсын той болсын аманшылық болсын құрметті құдаларым құрметті сыйларыңызға рахмет алла сыйласын біз енді ауылдаспыз ғой маңғыстау ғой өздерің білесіңдер соның ішінде
Менің соседкам бар еді. Ал кетіп қалды Ең главный, мына балдарымыз бақытты болсын. Амин. Мына бала болса, менің апайым еді. Ойлап қалмадым қалай деп. Менің екі немеремді оқытты. Сабақ берді, екі немеремді. Күшті сондай. Рахмет, Алла сыйласын. Олар қазір атыл 3-ші классқа өтті. Сіздерге үлкен рахмет, сондай қыз тәрбиелеп, қосай ауылына ұзатпасыңдар ма? Мына балдарымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, ауыздарымыз бір болсын. Біз сіздер жүре берейік. Енді құдағай енді сыңның ба, апаң ба, ауылына барғанда біздің көшеден өтесің бе, біз үйге кіріп кетуге болады. Бұйырса. Иә, бұйырса. Аманшылық болсын. Қызыл құдағай. Сіңілім ғой, сіңілім. Иә, ана. Аманшылық болсын, той болсын. Үйлеріңізде. Алдыңдар пойызға қалып Немересі ғой, атамыз ғой. Соның қызына енді бүгін ертең тойы. Барлықтарыңызға рахмет, осындай қошеметте. Барлықтарыңыз осындай той бола берсін. Жастар бала Құрметті құда-құдағайлар, мына бүгін екі жақта да оң болсын. Мына құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу жылдық болсын. Ортаға салынып жатқан алтын көпір мәңгілік болсын. Осы екі алды таныстырып, жатқан жастарға рахмет көп-көп. Жастар бақытты болсын. Жолдар әрқашан ашық болсын. Баласымыздың тек ақ жол оған тілейтінім. Келген жеріне тек судай батып, тастай бата берсін. Шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын. Қосағы мен қосағы арып, өбірлі шүбірлі болып, жапырақтары жайыла берсін. Шаңырақтарын ешқашан қуаныш кетпесін. Той-тойға баса берсін. Ағашы апасы, мына құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Мына отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Ары қарай тойлар көбейе берсін, дастархандарыңыз ақ болып, тек жақсылыққа жайылсын. Барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Құрметті құда-құдағайлар, бүгінгі ортақ тойымыз құтты бола берсін. Ең бірінші мына құдалық 1000 жылдық болсын. Мына екі бала, осы екі ағайлы елді ел қосатын қыз дейді. Елді ел қосып жатыр. Мына екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын. Өздеріне не тілесе соның бәрі орындала берсін. Айналып келсек бөтен емес екен. Мына құдағайым менің сіңлім екен. Тумаларын тауып қуанып жатыр. Сол балды мына жерде бізде енеміздің, біздің осы баламыздың әжесінің сіңлісінің келіні отыр. Балзия. Осы Балзияға сөз берейік. Той құтты болсын, екі жақтың бірі құдалықтар оң болсын. Екі жас бақытты болсын. Ең бастысы екі жастың несіміз ғой. Тілекші болып келіп отырмыз. Екі жас бақытты болсын. Тойға келейік. Құдалар, тойларыңыз құтты бола берсін. Құдалық 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық дейді. Екі жақта да абыройлы болсын, екі жасымыз, екі жақта да тек алға қарай сүйре берсін. Өссін, көбейсін, үбірлі-шүбірлі болсын, бәрімізді екі жақты да қуанта берсін. Тек қана жақсы жағын естейік, жақсы
немегесін көрейік. Мына екі әжесі де бар екен, біздің балауса қызымыздың келініміздің өзі әжелері бар екен, соған қуанып отырмын. Иә, өзі Қадырбек де өзі атасы мен әжесінің баласы еді, өздері қараған, өздері баққан. Сондықтан да екі жақта жақсы болу керек деп ойлаймын. Иә, мына жасап жатқан қызметтеріңіз өте керемет. Барлықтарыңызға да рахмет. Мақпалдай аппақ қыздарыңызды бізге беріп отырсыздар. Келешек тек қуанышты болсын деп ойлаймын. Бәрімізді де тек жақсылыққа Бәрекелді, ақ тілек баталарыңыз қабыл болсын. Ендеше Құда деген 1000 жылдық дейді қазақ атамыз, қыз алысып, қыз берісіп, жекжат болып жатамыз. Құдаларын құдайдай сыйлайтынбыз қазақпыз. Осы тойдың төріндегі нағыз сыйлы қонақсыз дейміз келеді. Қадырберді күйеу баламыздың ата-анасы. Балауыз құдағайды ортаға шақырайық, құйрық бауыр рәсімін жүргізетін боламыз. Келіңіздер, құдағай, балауыз құдағай 80 құдаларыңызбен, Нұрсәуле құдағайларыңызбен төс қаныстырып, құйрық бауыр ассоциациясына. Келіңдер, құйрық бауыр рәсімін осы кісілерге құттықтап жүргізейік. Бауырдай тату тәртіп болыңыз. Сода айтып қалды, төс қағыстырмайсың ба қарындасым деп. Міне төсті осы кезде табыстырамыз бізді. Бәрекелді. Құйрық бауыры, құда сіз 80 құдаға бересіз, 80 құда сізге береді. Бәрекелді, дәл осылай. Құйрық бауыры сатсаңыз. Келіндер, келіндер шатыр ортанаш. Ал құдағайларға қошемет болсын ағайын. 1000 жылдық емес, мәңгілік құдалық болсын. Құдалар төс қағыстырып жіберіңіздер. Құдағайлар сіздерге төс қағыстырып жіберіңіздер. Жарқ-жұрқ етіп сұлулық сырғасындай, жайдары болып жүретін мұңғасынбай, өмірде ойда бір, тойда бір, құдаң шіркін болсын құрдасындай, құдағайың болсыншы сырласындай дейін. Құрдас құда, сырлас құдағай болыңыздар дейміз керек. Есерге құдағын жегіз, Нұрсәуле. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, той-тоймен жайғаса беріңіздер. Енді мынау жаңа құдалардың, құдағайлардың әдемі тілегіне әдемі ән болсын, құйрық бауыр рәсімнен шайдан алып отырыңыздар. Бірге сен соңғы рет көрермін, мен ауылды ойлап жатып сөйлермін, өйткені мен сол ауылға төгердім, сол ауылдың ықыласына бөлендім. Жағасында ылайланған қайырлар, онда менің жығып кеткен тайым бар, өмір бойы маңдайымнан шертпеген, онда мені еркелеткен
мені қалалық деп таныма, жұмсан исі сіңіп қалған қаныма. Өйткені мен сол ауылда көгердім, өсіп жапырақ жайдым кенелдім, мен ауылды ойлап жатып сөнермін. Өйткені мен сол ауылда өскенмін, мен ауылды ойлап жатып өлермін. Өйткені мен сол ауылда өскенмін. Рахмет, той құтты болсын, ардақтар. Бәрекелді, төрдегі аналарымыздың бәрекелді. Рахмет, қолын жеңу. Мен өтіппеймін. Қайырлы сағайсын, ақ жол әжелеріміздің аналарымыздың артынан деп жатырмыз. Рахмет, енді той иелері жақындайық, ортаға баталайық. Жаңбырменен жер көгереді, батаменен ер көгереді дейді. Шай дастарханын қорытындылайық. Енді құдалар ойлап қалмаңыздар, мына асаба тек екі тілекпен құдалықты тәмам қылды деп, барлығы да сіздердің қамдарыңыз үшін жол жүрейін деп отқаннан кейін үлкен мейрамханада қонақтарымыз той иелеріне звондап жатыр, біз келдік, той қашан басталады деген сияқты. Сондықтан да топтап беріп осы тойымызды қорытындылап жатырған жайымыз бар. Алла қолдасын, әрқашан өзі қолдасын. Мына құдалығымыз 1000 жылдық бола берсін. Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Ақ босаға нығая берсін. Ішіне жаңағы шақалақтардың дауысы постоянно шығып отыра берсін. Дендері сау болсын. Әр отбасына тек жақсылық, қуаныштарды тілей береміз. Амин.